Келесі сатылымға шыққан бізде қорамыз 3 гектар участок. Көріп тұрғандарыңыздай қорамыз 2 гектарда орналасқан және бидай егістігі 1 гектар. Қорамыз Шымкент қаласында орналасқан Еңбекші ауданы. Қорамызда бізде жалпы участокта 2 гектарда времянка бар, және де жем-шөпке арналған ғимаратымыз бар, және ірі қара малға арналған қорамыз бар. Жалпы ірі қара малға арналған қорамыз 3 блоктан тұрады. Ұзындығы 120 метр, және ені 13 метр. Және потолоктардың биіктігі 4 метр. Және жем-шөпке арналған ғимаратымыз бізде 16 бокстан тұрады. Тағы айта кететін жайт, қорамыз бізде Шымкент қаласында орналасқан, Шымкент-Ленгер трассасы бұл бізде. Ірі қара малға арналған қорамыз, және жанымызда бізде бөлек помещениеміз бар. Бұл бізде времянка, жол. Осы бізде канал, трасса. Каналымыздан бізде насоспен су игеріледі. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл суымыз скважинадан ағып тұр. Тереңдігі 50 метр. Бұл бізде 16 бокстан тұратын жем-шөпке арналған помещение. Жылқыларды бөлек ұстауға арналған бокс. Ені 20 метр, ұзындығы 40 метр, биіктігі 6 метрге салынған. Шлагбауммен ортасы шлагбауммен бөлінген. Сырты фундамент стойкалар бар бетоннан жасалған, ортасы саман қыштан жасалған, төбесі профнастилмен қапталған. Және жанымызда бізде тұрған 400 бас малға арналған қорамыз. Откорм ферма 3 блокқа бөлінген. Және бұл бізде времянкамыз, участок 2 гектардан тұрады, және артымызда тағы да 1 гектар участок бар.